Мұса пайғамбардың елінде қуаңшылық басталды. Тасаттық берсе де жаңбыр жаумады. Ел жұрты Алладан медет тіле деп Мұсаны жұмсады. Ол Тұр тауына шығып, «Уа Алла, неге жаңбыр жаумайды?» деді. «Сенің қауымыңда сөз таситын өсекшілер бар. Олар түзелмей жаңбыр жібермеймін. Мен өсекшіні жек көрем», деді Алла. «Уа Алла, олар кімдер? Маған айт, мен оларды жазалайын». «Әй, Мұса, саған оларды айтсам өзім өсекші болмаймын ба?» Енді не істеймін? Халық арасында оқу, тәрбие, үгіт, насихат жұмысын үзбе», деді Алла. Мұса еліне келген соң өсек сөздің зияны туралы уағыз айтып, халқын тәрбиелей берді. Уақыт өте келе өсекшілер де тыйылды. Алла уәдесінде тұрып жаңбыр жіберді.